Аралдар. Кез келген адам бала кезінен тропикалық аралға барып, мұхит жағасында өмір сүргісі келіп армандайды. Бірақ аралдардың барлығы әдемі және өмір сүруге ыңғайлы емес. Біз бүгін адамдарға қауіпті 5 аралмен таныстырамыз. Сан-Франциско маңындағы Фараллон аралы өте әдемі. Бұл киттер, итбалықтар, акулалар мен теңіз құстары мекендейтін табиғи қорық болып саналар еді. Егер келесі жағдай болмаса, ондаған жылдар бойы 1946 жылдан 1970 жылға дейін осы жердегі теңіз түбіне ядролық қалдықтар төгілді. Қоршаған ортаға нақты қанша зиян келтіргені туралы мәлімет жоқ. Бірақ контейнерлерді теңіз түбінен қайтадан көтеру қауіпті болғандықтан оларды орнында қалдыру шешілді. Тұтастай алғанда, түбінде 47,5 миллион галлонға жуық қалдықтар жатыр. Атолл Эневиток Тынық мұхитындағы Маршалл аралдарының бір бөлігі. Америка құрама штаты 1970 жылға дейін көптеген жылдар бойы бұл аралда ядролық сынақтар жүргізді. 1977 жылы ластанған жерді тазалау бойынша үлкен жұмыс жүргізілді. 111 мың текше метр ластанған топырақты жарылыстан кейін пайда болған кратерге көміп, үлкен көмбезбен жауып қойды. 1980 жылы үкімет бұл аралды өмір сүруге қауіпсіз деп мәлімдеді. Бірақ ғалымдардың пікірінше, арал әлі де қауіпті. Кеймада-Гранде аралы Бразилия жағалауларынан алыста орналаспаған. Жергілікті тұрғындар жыландар аралы деп атайды. Мұнда ең қауіпті улы найзағай басты жыландар өте көп. Аралдың қауіпті болғаны соншалықты Бразилияның билігі бұл жаққа баруға толық тыйым салған. Статистикаға сүйенсек, аралдың 1 шаршы метріне 5-ке жуық жылан келеді. Сондықтан өлімге әкелетін нәтиже ықтималдығы өте жоғары. Миякадзима аралы Токиодан 128 шақырым жерде орналасқан. Мұнда өмір сүру үшін батыл болу керек. Миякадзимада жыл сайын бірнеше рет атқылайтын белсенді жанартау бар. Бірақ одан да қауіптісі жерден шығатын улы күкірт газы. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде британдық үкімет Сібір жарасын биологиялық қару ретінде сынау үшін Грюнард аралын сынақ алаңы ретінде сатып алды. Шотландия құрамына кіретін аралдар ондаған жылдар бойы кем дегенде 1986 жылға дейін Сібір жарасымен ластанған. 1986 жылы Сібір жарасының спораларын жою үшін 280 тоннаға жуық формальдегид себілген. 1990 жылы ресми түрде Грюнард қауіптен босатылды деп жарияланды. Бірақ қауіп әлі де бар. Өйткені формальдегидтің әсер ету уақыты қанша екенін білмейді.